Бәріне сәлем. Екінші маусымның 4-ші эпизодын жаза бастаймыз. Микрофон алдында Азамат және Жұлдыз. Бұл 41-ші. Қазақтың қыздарына тыйым салатын 40 үй бар. Бірақ тыйым салмайтын, ой бай сен кереметсің, молодецсің, давай алға деп әркез қолдап қолпаштап отыратын тағы бір үй бар. Сол бір 41-ші үйдің әңгімесін де тыңдап жүріңдер және өздерінің інілеріне айтып жүріңдер, олар да тыңдасын. Қалың қалай Жұқа? Бәрі жақсы, бәріне сәлем. Сәлем Азамат, өзің қалайсың? Мен де жақсымын. Жаңа ойланып отырмын да, неге подкастты мен бастамайын деп. Сол үндемей отырасың ба? Я неге үнемі Азамат бастайды деп айтпесе, сәлем адамдар деп бастауға болар еді. Йоу деп. Бастайсың ба? Қызға 40 үйден тыйым болса деп. Жоқ, сенің тамағыңды тартып алмай қойайын десең. Иә, онсыз да менде тамақ көп емес. Онсыз да әркез сен туралы айтамыз, сенің өміріңнің өсектерін талқылаймыз. Және ұрысып қалсаң, иә. Осы жолы мен өмірімнен өсек талқылайтын шығармыз. Хотя бұл өсектеуге келмейді. Өткенде жұмыстан шыққан жерде Алматыда тұратындар болса, мен Гоголь мен Наурызбайдың қиылысынан шығам. Сол жаққа шыққан кезде ситиборд бар кішкентай. Билборд сияқты, бірақ андай LED-экран болады, қозғалып тұратын, ұзын. Сол жақтан бір нәрсенің рекламасын көріп қалдым. Не екенін ұқпадым, Сосын не деп жазып тұр айтайын ба? Ұмытып тұрмын. Әйелдердің құқығы еркектерге де керек деген сияқты ма бірдеңе жазып тұр. Олар тең деп жазып тұр. Тең болу керек деп тұрды ма, сонда бірдеңе. Және сол жазылғанның авторы сияқты қылып he for she деген жазу болды. Сосын мен Инстаграмға кіріп көрдім he for she деген не деп. Сосын бәрі ағылшынша болғасын дым түсінген жоқтым да, жауап тастадым, Сосын сразу саған жаздым, давай осы туралы жазайық деп. Оған бір ой әсер етті. Вообще, өткенде айтылған әңгімелер сияқты, біз сол адамдардың бәрінің құқығы тең болған қалаймыз, ау-мау деген әңгімелер бар. Және соған еркектер де атсалысу керек қой деген сияқты ой пайда болды. Және жаңағы сөзден бір кішкентай парадокс көрген сияқты болдым. То есть екеуі бір деген сияқты келді, бірақ соған еркектер міндетті дегенге сондай бір қабылдап қалдым. То есть әйелдердің құқығын қорғауға еркектер міндетті деген сияқты. Сосын ойландым, неге міндетті деп. Сен қалай ойлайсың? Міндетті ма? Я болса неге? Бірінші he for she деген вообще өте жақсы қозғалыс. Егер де Тимур Балымбетовтың соңғы интервьюін көрсең, Глеб Пономарев пен, да, кажется. Пономарев екенін білемін, бірақ Глеб по точно білмей тұрмын. Глеб. Сол екеуінің осы соңғы интервьюларында да сол he for she туралы айтқан болатын. Неге ер адамдар әйелдердің де құқығы үшін күресу керек, бірақ өте ұзақ айтқан жоқ, бір-екі мысал келтірді да болды. Ол жерде жаңағыдай ер адамдар да әйелдердің құқықтары үшін және де тең әділетті тең қоғамда өмір сүру үшін күресу керек және теңдік үшін күресу керек дейді. Және де оның негізгі посыл еркектер әйелдердің құқықтары үшін ғана күреспейді, еркектер сол жағдайда өздерінің құқықтары үшін де күреседі. Өйткені жаңағыдай суицидтің ер адамдар арасында көп болуы, ер адамдарға шектен тыс жауапкершілікті арту, ол да патриархалдық қоғамның, яғни сексизмнің белгілері. Сондықтан да еркектер профем болып, немесе феминист болып әйелдердің құқықтары үшін күрескен кезде, олар өз құқықтары үшін де күресіп жатқан сияқты деген сияқты. Міндетті ме еркектер күресуге, білмеймін. Мен ойымша бұл өмірде еш нәрсеге міндетті емес, содан бастайық, Никто ни перед кем ничего не обязан.
бірақ егер де біз осы типа еркектер әйелдер үшін немесе әйелдер еркектер үшін деген сияқты ер мен әйел деген түсінікті алып тастайтын болсақ, адамдар барлығы қоғамдағы қауіпсіздік пен теңдік, әділеттілік және де жалпы жақсы қоғам үшін күресуге міндетті сияқты. Себебі біз осы қоғамда өмір сүреміз және бұл қоғам ары қарай да өмір сүру керек. Мысалға біз коррупциямен күрес кезінде еркектер күресу керек пе, әйелдер күресу керек пе деп бөлмейміз ғой. Себебі коррупцияның жоқ болуы біздің қоғамды жақсы жаққа алып келеді және де бізге жақсы өмір сүруге мүмкіндік береді. Дәл сол сияқты, бұл менің ойым. Әйелдердің құқықтары үшін күрес бізді әйелдердің де еркектердің де экологичный, безопасный қоғамда өмір сүруіне алып келеді. Сондықтан да ер мен әйел деп бөліп емес, барлық адамдар осы жақсы қоғам үшін, әділетті қоғам үшін, тең қоғам үшін күресуге міндетті сияқты. Келісемін. Мынадай сұрақ саған. Еркектер сол патриархаттың орнауына себепші адамдар. Получается, патриархаттың нәтижелері, зияндарын барғына еркектер кінәлі. Сол үшін де сол әділеттіліктің орнауына, теңдіктің қалпына келуіне еркектер міндетті деген логикаға қалай қарайсың? Негізінде патриархаттың орнағанына тек еркектер кінәлі дегенге былай айтқым келеді. Жаңағы коррупцияға келетін болсақ, по логике әйелдердің құқықтары үшін әйелдер ғана күрессін дейтін болсақ, коррупцияны тоқтау үшін коррупциядан зардап шеккендер ғана күресу керек сияқты, иә? Немесе тағы да бір нәрсенің қоғамда жақсару үшін содан зардап шеккендер ғана күресетін сияқты болып көрінуі мүмкін. Например, білмеймін, ойыма бірден мысал келмей тұр. Ондай жағдайда не болады? Ондай жағдайда біз ертеңгі күні егер де сол коррупцияны жоймасақ, патриархатты жоймасақ, тағы басқа істемесек, күрес кезінде ат салыспаған адамдар одан кейін зардап шеккен уақытта немесе одан кейін қоғам одан сайын жаман жаққа түсіп кеткен кезде еш нәрсе айтуға құқығы жоқ сияқты көрінеді. Өйткені олар кезінде оған күрескен жоқ. Логиканы түсініп тұрсың ба? Енді осыдан сенің сұрағыңа келетін болсақ, еркектер кінәлі ма? Вообще эволюция кезінде еркектер бәріне кінәлі, лайк десең жоқ. Осы адамдардың эволюциясы кезінде матриархат болды, сосын патриархат болды, осы патриархаттан кейін плюс капитализм, тағы басқа түсініктер қалыптасқаннан кейін еркектер басшылықта болғандықтан, еркектерге көбірек роль берілгендіктен, еркектерге көбірек мүмкіндіктер берілгендіктен, осының барлығының кінәсі еркектерге тағылатын сияқты. Себебі олар осы системаны орнатты. Бірақ әділеттілік үшін, біз мұнда әділеттілік үшін айтып жатырмыз ғой. Мен, например, бәріне еркектерді ғана кінәлайтын адамдардың қатарынан емеспін. Сондықтан мен мынандай екі кішкене вытекающий логика айта аламын. Біріншіден, біз айтамыз ғой, әлемді тек қана ақ, біз айтамыз дегенде, мен сол ойлаймын да, әлемді тек ақ және тек қара деп бөлмеу керек. Жаңағыдай мысалға культура отмена, мыналар болған кезде біз мынау жақсы, мынау жаман деп явный бір бөлген кезде болып жатқан жағдайларды адамдар салыстыру қабілетінен айырылады. Яғни енді, адамдар өздері анықтай алмайды да, ненің ақ, ненің қара екендігін. Осы кезде патриархат жаңағыдай еркектер билеген, еркектердің құқықтары көбірек болған, еркектердің құқықтары привилегированный адамдар болған кезде еркектер оларда салыстыру болған жоқ сияқты. Мысалға жаңа проблеманы көруге немесе просто олар осылай дұрыс деп өмір сүрді қаншама жылдар бойы. Сондықтан да олардың әлемінде жаңағыдай әйелдер қиналып жатыр, әйелдер осылай істеп жатыр деген түсініктер бұрынғы кезде болмаған кезде олар как будто бы и не знали, и никто им не говорил, и не видели, норм и норм, живем и живем деп. Осы әйгілі атақты әйелдердің ішінде тиктокта болсын, ютубта болсын көптеген әйелдер бар, которые говорят, біз еркектерді, кеше ғана көрдім, біз еркектерді жеңе алмаймыз,
еркектерді эмоциямен жеңе алмайсың, оларға сен мықтысың, сен күштісің деп мотивировать етіп отырған кезде ғана алда бола аламыз деп. Немесе біз деген дұрыс қой, еркек деген ол басшы, на то он и мужчина. Посмотрите по сторонам, бүкіл жерде басшылықта еркектер бүйтеді сөйтеді деп өздері еркектерді алдыға қойып, өздерін төмен санап жатқан кезде әйелдер, ол, то есть еркектердің кінәлілігінен бөлек, осындай әйелдердің де, осылай ойлайтын әйелдердің де мойнына кінә болып артылады да. Сол үшін айтып жатқаным тек қана, тек еркектердің кінәсі емес, соған көніп, соны поощрять етіп, қоғамға тарататын. Вот, ол келді да, ютубқа келді, қолына микрофон алды әйел, өзінің дауысы бүкіл адамдарға жететін түсінді, ол уже лидер позициясында тұр ол әйел, бірақ сол микрофонмен ол патриархалдық көзқарастар мен сексизмді дәріптеп жатыр да. Она уже лидер, она уже наравне с этими мужчинами, которые там супер какие-то философские мысли рассказывает. Бірақ соның өзінде она рассказывает именно эти мысли, типа. Сондықтан кінәлі тек еркектер дегенге қазір именно 21 ғасырда мен келіспейтін едім. Окей. Тағы бір мәселе бар. Кінәлі емес деген сұрақтан бөлек, сол кінәлі болғаннан кейін бұл оларды осы нәрсеге жауапкершілік алуды міндеттей ма деген сұрақ. Яғни, вот мен түсінем, еркек ретінде басқа еркектер или там менің өзім, мен көп ата-бабаларым кезінде сол бір ұзақ өмір сүріп осындай үлкен проблеманы жасадық бәріміз. И сол проблеманы жасағаным үшін мен міндеттімін ба, әлде жай ғана бұл дұрыс емес қой, дұрыс емес нәрсені дұрыстайық деген ғана амбиция ма деген сұрақ қой. Ладно, соны кішігірім жауап берген сияқтысың. Одан бөлек тағы бір жауап бар ғой сондай бір сұраққа. Жоқ, сондай сұрақ емес. Осы мәселеге қатысты, бірақ осы сұраққа жауап бермейтін мотив бар. Ол қыздарды ұрмаңдар, ол да біреудің қарындасы, ол да біреудің әйелі, ол да біреудің қызы деген сияқты нәрсе. Или там болашақ әйелі деген сияқты. Осы нәрсе біз всегда айтамыз, иә. Бұл қызды тұлға ретінде көрсетпейді. Жай ғана адам болған үшін оған тиісуге болмайды деп айтпаймыз. Біз айтамыз, вот қайсы бір еркектің қызы, қайсы бір еркектің анасы, немесе қарындасы деп қана құнын көрсетеміз деген сияқты. Дегенмен, солай болғанымен де осы бір мотив сол проблеманы шешуге ұмтылады ғой. То есть, әйтеуір бір қоғамның бір устойларымен өскен адамдарда түсінік бар, что әйелдерде проблема бар екенін көріп тұр, типа ұрған жаман екенін көріп тұр. Оған қоса ұрмайық, немесе оларға жаман болмасын деген ниет бар. Бірақ сол ниетпен бір нәтижеге ұмтылып жатыр да, ол жаңағы не болмасын, зұлымдық болмасын деген. Дегенмен сол нәтижеге баратын жолда оның қалай айтсам екен, бұл неге дұрыс емес дегеннің жауабына қате логика болса да, ол дұрыс нәтижеге алып баратын болса, оның өзі де жаман емес қой деген ой бол. Сонда біз осылай ойлаған кезде бәрібір мананы түсінеміз. Бұл проблеманың физикалық көрінісін шешкенмен түп тамырымен шешіп тастамайды ғой. Өйткені все же әйелдер адам сияқты емес, все же әйелдер еркекпен бірдей емес дегенге келеді. Осылай болған болса. Сонда бізде маңызды бір элемент пайда болады. Бізге керегі проблеманың шешілгені ғана емес, бізге керегі проблеманың пайда болмауы, және сол проблеманың туындау себебін жою. Осы жоюдың жалғыз жолы ол сол біздің осы проблемаға деген көзқарасымыз ғой. Типа, мынау болмайды, жай ғана бұл дұрыс емес, жай ғана біз теңбіз, немесе
біздің құқықтарымыз тең деген нәрсеге ешқандай қалай айтсам екен, ешқандай буксовать етпей келісуіміз керек дегенге. Сенің ойыңды айта қойшы. Оның шешімі де юре де факто болмау керек. Яғни егер біз қағаз жүзінде тең болсақ, біздің заңдардың барлығы теңдікпен жұмыс істеу керек. Бір алдынан бері біз талқылап жатқан, егер де сен барып күйеуіңе заявление жазатын болсаң, ой сендер семейный парасыңдар деп милиционер, полицейскийлар оларды жауып тастамау, жаңағыдай заявлениялар жазып тастамау керек, әйелге заявлениеңді алып кет деп айтпау керек. Қоғамдағы көптеген дискриминация түрлері заң жүзінде қалай жазылған? Заңдар бәріне бірдей әділетті жұмыс істеу керек, иә. Сенің айтқан сөздерінен екі түрлі мәселе. Біріншісі, жаңағы мен ата-бабалардың жасағанына кінәлі емеспін ғой. Бірақ қазіргі қоғамды жөндеуге міндеттімін ғой дейді. Мен никто никому ничего не обязан деген пафосный сөз болғанымен, менің ойымша біз осы қоғамда бәрібір белгілі бір рөлдерді атқарамыз, иә. Біз біреудің жұмысшысымыз, немесе біреуге жұмыс берушіміз, иә. Сондай рөлді атқарамыз. Біз біреудің ұлымыз, қызымыз, біз біреудің осы сен ешқай жерде жұмыс істемесең, отбасың ешкім болмаса, сен общество, қоғамның бір бөлігісің. Сен интроверт болсаң да қоғамның бөлігісің. Сәйкесінше осы қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, менің ойымша осы қоғамды жақсы етуге міндеттісің, себебі сен осы қоғамның бөлігісің. Сондықтан да біз ата-бабаларымыздың жасаған бір белгілі бір іс-әрекеттеріне жауапты емеспіз, себебі егер де менің әкем бір қылмыс жасаса, мен ол үшін жаза өтемеймін, сол сияқты. Бірақ әкемнің реабилитациясына, немесе әкемнің ол қылмысты жасамауына, немесе әкемнен қоғамды алшақтатуға белгілі бір іс-әрекеттер жасауым керек сияқты. Себебі оның іс-әрекеті маған да теріс әсер етеді. Екінші, қыз деген ана, біреудің қарындасы, біреудің бір нәрсесі дегенге неге мен қарсымын? Ол, қызды тұлға ретінде көрсетпеуден бөлек, біз жаңағыдай феминизм күресетін қызды біреудің меншігі, қызды тек қана әдемі дене ретінде көретін, әдемі картинка ретінде көру, объективизация, сексуализация сияқты түсініктермен күреседі феминизм. Жаңағыдай біздің құқықтарымыз тең болсын дегеннен бөлек, енді осы сексуализация, объективизация деген сияқты заттар оған да кіреді, бірақ одан бөлек бізді адам ретінде көріңдер, біз жай ғана дене емеспіз, біз әдемі фигура емеспіз, біз бөлек бір тұлғамыз дейді. Біз осылай біреудің анасы, біреудің қызы, біреудің қарындасы деген кезде біз әлі де қызды біреудің меншігі ретінде көрсетеміз. Яғни мен оны ұрмауым керек, себебі ол адам емес. Мен оны ұрмауым керек, себебі оның ағасы бар. Мен оны ұрмауым керек, себебі ол анау кісінің қызы. Яғни мен жұлдыз емеспін, мен санаттың қызымын. То есть жаңағыдай личность ештеңе жоқ. Осы кезде қоғамда бірінші посыл, ол егерде қыздың ешкімі болмаса, ер адам ешкімі болмаса, онда оған тисе беруге болатын сияқты, оған кез келген қылмыс түрін жасай беруге болатын сияқты. Оған қарсы. Екінші посыл, қызды тек ер адам қорғай алады. Қыз без мужчины никто сияқты посыл әлі қала береді. Әкесі болмаса, ағасы болмаса, тағы басқа. Және оның кері әсері бар. Неге мен қарсымын? Себебі біз қыз ананың қарындасы және ананың қызы деген кезде, егер де қыздар бір қателік жасайтын болса, например, қателік дегенде өз таңдауын, қалауын білдіретін болса, қателік емес. Например, әкесі айтқан сөзден шығатын болса, әкесі оған шықпа киме десе, жоқ ол қалағанын істейтін болса, как будто бы қыз әкесінің қызы ғой. Әкесі жазалай алатын сияқты. Ол менің қарындасым, мен өзім шешем не істейтінімді. То есть уже угроза бөтен еркектен емес, сенің ағаңнан, әкеңнен әлі де бола береді, себебі сен соның меншігісің. Сондықтан да бұл түсініктің қоғамда жақсы нәтижеге алып келеді, біздікілер ананы, қарындасты сыйлайды деген сияқты түсініктермен арқылы феминизмді таратсақ та қыздардың қауіпсіздігі үшін, онда жақындарымыздан әлі де жақындарымыздың меншігі ретінде болып, солардың айтқанынан шықпай, және де соларды тыңдамасаң, олардан жаза алып өмір сүру қаупі бола береді. Окей. Мен осы тақырыпқа, осы тақырып сұрағын өзіме қойған кезде,
мынадай бір жауап болған. Сұрақты еске алайық. Еркектер әйелдердің құқығын қорғау керек па? Қорғау керек болса неге деген болған. Менде мынадай жауап болды. Жауап дегенде былай, осындай бір ой келді миыма. Вообще әйелде адам ғой, жаңағы принципиальный аргумент деген бар ғой. Әйелде адам, еркекте адам, сол үшін құқықтары қорғау керек дегеннен бөлек. Деген шылауды алып тастап сөйлейікші. Окей, практикалық бөлігі де бар. Ол дегеніміз еркектердің өзіне в принципе сол нәрсе невыгодно. Ең қарапайым мысал, мен айналамдағы барлық қыздардың құқығы таптала беретін болса, скорее всего олардың барлығы закомплексованный болады. Скорее всего олардың барлығы андай болады, еркектерге жыны келетін болады, немесе еркектерге реніші бар болады. Скорее всего олар еркектерден қорқады бәлкім. Скорее всего олар толыққанды аша алмайды, еркін бола алмайды, азат бола алмайды, өзінің барлық потенциалын аша алмайды. Енді мен өзім өте күшті еркек ретінде, өзіме өте күшті әйел іздеген кезде, немесе жай ғана мен айналамда өте күшті әйелдер болғанын қаласам, получается, что соған мүмкіндік болмай қалады. Ладно, басқа бір еркектер өзінің айналасында онша емес әйелдер болған қалауы мүмкін, чтобы ол өзін сол фонда өзін жақсы ұстау үшін да. Но мен сияқты бір еркектер пайда болса, ладно, миллионнан біреу деп өз-өзінен көп болса, сондай біреу болса, мен емес, ладно, басқа біреу чувак, адам басталатын, заматтан өтетін бір чувак болса, және ол өзінің қасында өзінмен тең немесе өзінен мықтырақ әйел болғанын қалайтын болса, адам басталып селға бітетін. Иә, ең бастысы бақытты әйел болғанын қалайтын болса, скорее всего ол таба алмайды. Или кем дегенде табу өте қиын болады. Өйткені жалпы еркіндігі жоқ адамның, үнемі қорқып өмір сүретін адамның бақытты болуы екіталай. Олар бір жетістікке жетуі мүмкін, бір шаруаны мықты істейтін болуы мүмкін, әйтеуір бір биіктерге жетуі мүмкін, бірақ ол біріншіден тоже маловероятно, екіншіден қиын, үшіншіден оның өзі де бақытты етпейді адамды. То есть жай ғана толыққанды адам болу деген, мен ойымша, адам бақытты болған кезде ғана болады. Және сол мүмкін емес болған кезде, скорее всего, сондай әйелдердің қасында еркектер де бақытты болмайды. То есть сен өзің толыққанды болу үшін кемінде, ең кем дегенде сенің айналаңда да толыққандылар болу керек. Сен өзің бақытты болу үшін сенің айналаңда да бақыттылар болу керек. Мына нәрсеге де келеді ғой. Жаңағы пирамиданың ең ұшында, ең биігінде біз жететін нәрсе ол қоғамға қызмет, ол сенің жаңағы альтруизмің, және сенің қажеттілігін ол басқалардың сұранысында деген. То есть басқалардың сұранысын қанағаттандыруда сенің қажеттілігін деген. Енді сен, получается, басқалардың сұранысы еркіндік болған кезде, басқалардың сұранысы жай ғана тыныш, қауіпсіз, бақытты өмір болған кезде, сол орындалмайынша сен де қажеттілігін орындалмайды, получается. Сен, то есть, кемелдене алмайсың, соңғы уровеньға дейін жете алмайсың, егер сенің айналаңда қауіпсіз, еркін, бақытты, тең құқықты қоғам болмаған кезде. Ол қоғам тек бәрі бірдей болған кезде, бәрінде бірдей мүмкіндік болған кезде ғана болады. Вот осындай жауап келді. Және қалай байланыстырғанды ұмытып қалдым, бірақ ойындар теориясы есіме түсті, теория игр деген. Сол теорияда мынадай бір момент бар. Эгоисттер бар, және альтруисттер бар, және әртүрлі бір фигуралар бар бұл өмірде. Сонда қысқа перспективада эгоисттер альтруистерді алдап, оларды пайдаланып кетіп, бір пайдаға кенеледі. Бірақ ұзақ перспективада олар
алысқа бармайды. Неге? Өйткені сондайлар көп болған кезде, барлығы эгоист болған кезде олар бір-бірін алдауға тура келеді, және в итоге саған кездесетін адамдардың барлығы эгоист болып, сені де алдап, сені пайдаланады, получается, сенің өзіңе де невыгодно болып қалады, даже эгоист болған кезде. Сонда бәрі альтруист болғаны тиімді ма мына қоғам үшін дегенге келген кезде андай ашық сұрақ қалады сондай. Дегенмен андай ортасында бір фигуралар бар, ол мен ешкімге зиянды тигізбеймін, но маған зиянды тигізген адамға келесі жолы мен де сондай ответ қайтарам деген. То есть сен мені бір рет алдасаң, келесі жолы мен сені алдаймын точно деген ұстанымдағы адамдар болса, сондай адамдар сол қоғам үшін қауіпті деген тұжырымға келеді. То есть типа бұл енді әділетті қолдайтын адамдар, за честность және за справедливость дейтін адамдар болғанның өзінде олар да қоғамға зиян дейді. Неге? Өйткені біздің ниетімізден бөлек случайный ситуациялар болады. То есть сен мені алдағың келмесе де алдап қоятын моменттер болады. Просто типа сен айтасың, вот Азамат, давай сағат 10-да подкаст жазайық дейсің. Сосын мен айтамын, давай деймін. Сосын 10 болған кезде қарасам, сен жоқсың. И получается мен алданып қалып, то есть мен пайдаланып қалғандай боламын да, сол үшін ренжіп аламын. Хотя сен просто там пробкада тұрып қалдың деген сияқты. Сол сияқты момент мана айттым ғой, мен қалай байланыстырған есімде жоқ деп, әлі есімде жоқ. Сонда мынадай бір кішкентай ойға келем, хотя ол қаншалықты қатысы бар екен білмеймін да. Сонда бәрібір біз жаңағы еркек болсақ та, әйел болсақ та, қандай болсақ та, біз кезінде қате жасаған болсақ та, немесе кезінде басқа адамдар бізге жамандық істеген болсақ та, әйтеуір бір альтруистік сезімнен айырылмауымыз керек. То есть мені біреу пайдаланып кеткен, маған біреу зиян келтірген болса да, ладно, мен оларға зиян келтірмей ақ қояйын деген күш болу керек. Және бұл, скорее всего, утопический қоғамның жалғыз үміті. Өте қиын ғой ол. Вот. То есть қиын, бірақ бұнсыз мүмкін емес. Кешіру деген қиын ғой негізі. Типа, саған жамандық жасаса, таспен атқанда аспен ат деген қазақтың сөзі сияқты. Сол мақалмен жұмыс істеу өте қиын негізінде. Сенің жаңағы айтып жатқан бақыт, анау мынау деген кезде мен алдында Ернардан, екеуміздің тағы ортақ танысымыз, сәлем дейсің. Сейдахмет Ернардың сторисін. Сәлем Ернар, мен есімде сен 41-ші үй деген атауға комплимент айтқан үшін, оны мен ойлап тапқан кезде красавчик деп айттым ба, сол есімде, короче. Сол менің жүрегімде. Ернар анда-санда тыңдап тұратын сияқты, өйткені кейде стористар салып қояды, кейде айтады күшті деп. Осын тыңдаса, дағы да 100-ші рет сәлем деп. В общем, не көрдім мен оның сторисынан, ол айтады, орыстар айтады, найди свою вторую половинку деп айтады деп жазғанда. Қазақтар айтады, теңіңді тап деп. Яғни соны жазып қойған, и мен прям қатты ойланып қалдым да, скрин жасап алдым өзіме. Шынымен де екінші сенің өміріңді сенімен бірге өткізетін сен таңдаған жар, ол сенің екінші половинкаң емес. Қазақтың сөзі прям керемет жеткізеді. Сен тең, саған тең, сенімен бірдей деңгейдегі, сенімен ойы, көзқарасы, мүмкін материалдық жағдай, білмеймін, барлығы тең деңгейдегі адам. Соответственно, теңіңді тапқан кезде сен, жаңағы сен айтып жатсың, қасымда егер мықты әйелдердің болғанын қаласам, мен мықтымын, мен мықты әйелдің болғанын қалаймын деп. Соответственно, сен сондай теңіңді табасың. Бірақ көп жігіттер әлі де өзінен мықты әйелдерді, еркектерді басып тастайтын сияқты, жаңағыдай еркектердің бәріне өмір сүргізбей қоятын сияқты көретін адамдар бар. Олар өздерінің теңін таба жатар. Және де біз осыдан бұрын қаншама подкастта айтқан, үйде отыратын әйел, ол ештеңе істемейтін әйел емес, жұмыс істемейтін де айтқым келді. Себебі үйде отыратын жұмыс деген вообще мен білмеймін, бала қарау, үй жинау тағы басқа. Сондайды қаласаң, сен бірден сондай адамды, өзіңе тең адамды іздеуің керек. Жұмыс істейтін, карьера қуатын адамды үйде сосын құлттап қоймай, иә. И прям сол сөз жұртқа кәдімгідей маған қатты әсер етті. Теңіңді тап деп айтады деген сияқты.
екіншіден біз егер де жаңағыдай бақыт, өзіңмен қатар адамның қасында болғанын қалау деген сияқты сезімдерді алып тастайтын болсақ, ер адамдар неге күресу керек? Ер адамдар әйелмен бақытты үшін ғана емес, жаңағыдай менің қасымда тең адам болғанын қалаймын, тағы басқа, олар өздерінің жеке бақыты үшін де феминизмға за болу керек. Себебі мен бағана подкасттың басында айтқандағыдай, бізде ер адамдардың арасындағы суицид өте үлкен. Ол подростықтар емес, біз үнемі айтатын, біз жасөспірімдер арасында да суицидтан артта емеспіз, бірақ еркектердің арасындағы суицид, взрослые мужчины уже олар суицидті көп жасайды. Еркектердің өмір сүру жасы әйелдердікінен азырақ, 67 ма 65 жас па сондай ғана. Үшіншіден еркектердің осы өмір бойы алатын жауапкершілігі біздің қоғамда өте үлкен. Бірақ енді отпустим то, что соблюдает он эти ответственности или нет, себебі жаңағыдай балаларын тастап кететін, асырамайтын еркектер бар ғой, бірақ просто саған артылатын жауапкершілік үлкен. Осы суицидпен өмір сүру жасы неліктен сондай аз және суицидқа көп барады? Себебі сол жауапкершілікті қоғам саған артады. Сен осындай болуың керек деп. Бірақ ол жауапкершілікпен қалай жұмыс істейтініңді айтпайды. Егер ол жауапкершілікті көтере алмай жатсаң, не істеу керегін айтпайды. Егер де сен ол жауапкершілікті көтере алмай бара жатсаң, жұмыстан шығып кетсең, банкрот болып қалсаң, ажырасып кетсең, ажырассаң хейт келмейді көп, бірақ қандай жұмыстан шығып қалсаң, сен 35-ке келгенде квартираң болмаса, машинаң болмаса, онда сен неудачник адам боласың. И осы неудачник деп саған еркектерді, сен неудачниксің, сен нағыз еркек емессің, сен бір нәрсесің деп айтады да. И ер адамға еще осындай кезде сен психологқа бара аласың, сен достарыңа айта аласың, сен көмек сұрай аласың, просто дегенді түсіндірмейді. И оны түсіндірмегеннен бөлек, сен психологқа барсаң, сен әлсізсің. Сен егер де осындай әлсіздік білдірсең, сен лохсың деген сияқты одан сайын давка жасайды біздің қоғам. И не істейді еркектер? Либо ішіп кетеді, либо асылып өледі. Құдай сақтасын. Сондықтан да как раз феминизм айтқан кезде біз де асырай аламыз отбасыны, біз де сендермен қатар жұмыс істейміз, біз де осындай боламыз, және де еркектер, вы не обязаны быть маскулинными, крутыми, вы не обязаны быть суперсильными деген заттарды айтқан кезде сендерге де өмір сүру оңайырақ сияқты. Себебі сендер енді психологқа барудан ұялмайсыңдар, 30-дан кейін өзіңнің бір суретші болып, квартира снимать етіп, армандарыңмен басқа ғаламда өмір сүруіңе ұялмайсың, например, просто бір творчествомен айналысып, сен 40-қа келген кезде артыңнан наследствоңды қалдыратын ұлың жоқ кезде ұялмайсың, сен бір жерде жылап қалсаң ұялмайсың, яғни ол саған ешқандай давление жасамайды. Сондықтан мүмкін онда сенің өмір сүру жасың да ұзағырақ болады, мүмкін сен ешқашан да алкоголизм немесе суицид сияқты дүниелерді ойламайтын боласың. Сондықтан осы үшін де еркектер күресу керек деп ойлаймын. Сенімен келсем. Просто мен бар ғой, вообще түсінемін, негізінде бізде адамдардың идеологиясымен, сені тәрбиелеген түсініктермен күресу қиын екен. Яғни сені кішкентай кезінен қалай тәрбиеледі, сен бүкіл жаңа зат сені қорқытады, және бүкіл жаңа зат сенің ішінде қарсылық тудырады. Ол біздің психология. Бірақ феминизм туралы қыздар шығып айтқан кезде комментарийлерде еркектер деген онда барып армияда служить ет, онда барда шахтаға түс деп қана жазатын түсініктер, мен ойлаймын да, сен туылдың, 11 жыл мектепте оқыдың, сол туылғаннан бастап қыздармен қандай да бір қарым-қатынаста болдың, анаңмен, сосын сестраларыңмен, сосын тағы біреумен, мектептегі класстастарыңмен, сосын бәлкім университетке түстің, немесе жұмысқа тұрдың. Осы өмір жолы тәжірибең жай ғана теңдік деген қыздардың армияда служить ету емес, немесе теңдік деген олардың шахтаға барып түсу емес екендігіне просто кругозор жетпей, элементарный затқа деп ойлаймын да. Өздері шахтадан сообщение жазып жатқан сияқты айтады, типа просто сонша өміріңнің жылдары
элементарный логикалық тізбек құруға жеткіліксіз болғанына таң қаламын. Және де соншалықты іштегі жек көрініш сол комментарийді жазғызатын. Бір түсінік бар осыған қатысты. Бәлкім осылай шығар деген. Түсінік емес, гипотеза. Бұл андай сияқты. Қалай айтсам екен? Чувство обиды, быть может. Шын мәнінде әйелдердің құқығы үшін күрес әйтеуір бар. Сондай бір нәтижелі ма, нәтижесі аздау ма десек те бар, бірақ еркектердің құқығы үшін күрес деген әңгіменің өзі жоқ қой. Сонда менің ойымша бір еркекте пайда болуы мүмкін ойдың бірі, ол обида, реніш. Мыналар дейтін уже шалбарды киді, машинаны айдайды, жұмысты істейді, не жетпейді деген ойға келе алады. Өйткені әйелдерде бұрын болмаған нәрселер қазір бар, бірақ еркектерде бұрын болмаған нәрселер қазір де жоқ деген. То есть мысалы сол әлсіз болуға болмайды, жолға болмайды, жай ғана қалаған істемеуге, үйленбей қойға болмайды, немесе бала туғызбауға болмайды деген сияқты нәрселер өзгерген жоқ. То есть скорее всего не осознает человек сондай обида бар екен, бірақ өзінің өз үшін ең ауыр моментті сол әйелдерге ұсынады. То есть маған ең қиын нәрселер бар. Мысалы үшін мен отбасымды қалай да болса асырауым керек, сол үшін шахтаға түссем де болады, түсуім керек, денсаулығымды да құртуым керек, рисковать етуім керек. Неге? Өйткені отбасының жауапкершілігі менде бар, әйелдерде ондай жоқ. Пусть соны алып көрсін, егер теңдік қаласа деген ой болуы мүмкін. И осыған параллель, мысалы, әйелдерден естеймін, вот сен балаңды туып беріп жатыр, менен не сұрайсың деген сияқты. То есть өте қиын бала туу, және түсінеді, ондай жауапкершілік еркекте бола алмайды ешқашан. Және бұл да обидно бола алады. То есть мен бала туып жатырмын, және бұл өте қиын, және өте қиын нәрсені еркектер ешқашан істемейді. Еркектер дегенде қалай, менің күйеуім ешқашан істемейді, және бұл это же нечестно деген сияқты обида болуы мүмкін. Конечно, рационально оның барлығы ойнамай қалады. Рационально қалай айтсам екен, тупая претензия деу келеді, бірақ бұл адамдардың жаңағы бір эмоцияларын туындауына ешқандай кедергі болмайды. То есть туындаудың себепшісі болуға дым кедергі емес. Сондықтан жаңағы біз қаншалықты өзіміздің хейтерларды кінәлісақ та, қалай соншалықты ақымақ болуға болады деп ойласақ та, оларға да жанашыр болу керек, оларды да түсінуге ұмтылу керек. Альтруизмнің ұстанымы бойынша. Адамдардың соншалықты ақымақ бола алатынына менде бір жауап бар сияқты, себебі бізде білім әлі де жетілмеген, образование жоқ, яғни мектепте бізге түсіндірмейді. Мектепте түсіндірмегеннен бөлек мектепте осындай стереотиптерді айтады, біз алдында айтқандай, сондықтан да адамдар кішкене ғана Google-ға жазып оқу деген түсініктен айырылады да, олар солай мектепте не айтты, сонымен өмір сүре беруі мүмкін. Мысалы, жай ғана сондай дүниелерді, осы что профессии, шахта, армия деген сияқты заттарды қыздарға именно еркектер запретили, например, сол профессия істеуге болмайды деген списокты шығарған еркектер екендігін, немесе шахта мен армиядан бөлек кішкене ары барсақ, таксидегі, вагондағы домогательство, насилие, күнделікті әртүрлі жерде саған ақшаны аз төлеуі, сен осындай, короче, дүниелердің бар екендігін көрмеудің бәрі негізінде сол бір мектепте бізге аналитическое мышление, критикалық мышление, немесе жай ғана образованиені дұрыс бермегеннен болады. Короче, осы проблемалардың барлығы системный, да, бір ғана себептен емес. Андай
жан жақтан и образование төмен, и анау, и мынау, и короче, и тәрбие, и былай бәрі бірге қосылады да ақырында зардап шегетін бәрі зардап шегеді, то есть. И және біреу осылай келіп бір подкаст жазып немесе митингқа шығып айтқысы келсе, адамдар отторгаться етіп, ол жерде көбінде ер адамдар, я бірақ андай әйелдер де бар, отторгаться етіп қабылдамайды ондай информацияны. И блин, қиын. Конечно, мында ақылды болып қалай түсінбейсіңдер, не деген ақымақсыңдар деп айтып отыруға болады. Бірақ негізінде неге түсінбейтінін де түсінеміз ғой, осындай проблемалар, және саған кішкентай кезден осылай айтса, оған қарсы шығу өте қиын екен. Иә, шынымен солай. Және білесің ба, сен жаңа элементарно Google-ға жазып көруге баш етпейді деген келген кезде мынадай бір ойға келдім. Шын мәнінде Google-ға жазу ең оңай нәрсе, бірақ ол ең бірінші қадам емес. Оған дейін, то есть Google-ға жазуға себепші болу керек, ол сұрақ туындау керек. То есть адамда бір сұрақ туындау керек. Неге мынау осылай, или мынау не өзі деген сұрақ болу керек. Там феминизм деген не өзі, неге адамдар солай айтып жатыр деген сұрақ болу керек. Егер ол сұрақ, то есть сұрақ болғанда қалай, неге сондай сұрақтар болады? Біріншісі, бір нәрсе абсолютно ешқандай түсінік жоқ бір нәрсе туралы, бірақ сол нәрсенің бар екенін құлақ шалып қалды деген жағдай. Екіншісі, бір нәрсе туралы түсінігі бар, бір адамдардан естігені бойынша, бір жерден оқығаны бойынша, мектептен білгені бойынша, бірақ сол түсінік дұрыс па, дұрыс емес па деген сұрақ туындауы керек. То есть осы екі жағдай болмаса, Google-ға да термейміз. Және сондай жағдай болу үшін адамдар еркін ойлану керек. Адамдар сұрақ қойып алу үшін еркін ойлану керек, ал еркін ойлану үшін манағы стереотиптерден арылуымыз керек қой. Дегенмен, сондай бір замкнутый круг болып қалды ғой. Енді замкнутый кругты шешудің мен ойымша бір ғана жол бар. Манағы айтылған, мынау не өзі деген сұраққа алып келуіміз керек. Адамдарға сұрақ қоюға алып келуіміз керек. Және ол үшін сен айтып отқан нәрсең расымен пайдалы болады. Ол мына жерде отырып алып ақылды болып айту оңай деген сияқты. Осы жерде отырып алып ақылды болып айту керек. Бір адамдардың естімеген нәрсесін бірінші, ешқашан ойламаған нәрсесін айтып қалуымыз мүмкін, иә. Немесе адамдардың ойланып, бірақ күмәнданып жүрген нәрселеріне түсінік беруіміз мүмкін. Немесе ойлануға қорқып жүрген нәрсесіне ойлануға рұқсат беруіміз мүмкін. То есть андай болады, іштей түсініп тұрасың, что-то не так дегенді, но ойланайын десең, сенің осыған дейінгі барлық представлениең бұзылып қалатындай көрінеді. Сол үшін, ладно, бұл туралы ойламай-ақ қояйыншы деген келесің. Там Құдай бар ма деп сұрамай-ақ қояйыншы, бар деп сене берейінші деген сияқты нәрсе. Сонда осы сияқты адамдар ғана қалай айтсам екен, себепші болады. Сен сияқты, мен сияқты адамдар себепші болады. Жай ғана сондай бір сұрақтың пайда болуына әсер етіп қана. То есть, адамдар негізі біз еркектер ретінде әйелдердің құқығын қорғауымыз керек па өзі деп жай ғана сұрақ пайда болады. Сол сұраққа біреулер ойланып қалар, бәлкім там менің туысқандарым, інілерім, может, класстастарым деген сияқты. Және солай болса, скорее всего, біздің подкастымыздың жеңісі деймін ба? Жемісі. Иә, хотя бы бір адамға пайда тигізсе. Просто сен жаңа обидно, оларда бір іште обида бар дедің ғой. Мен ішінде обида бар. Мен тиктогым солай настроен болып кетті ма, осындай интерестерімнен күнде әйтеуір бір жаңалық көрем, бір әйелдің өлгені туралы, біреуді зорлап кеткендігі туралы, зорлаған адамына сот ешқандай шешім шығармағаны туралы. Менің үйімнің, мен 7-ші этажда тұрам, 6-ші этажда бір еркек әйелін айына бір рет стабильно ішіп алып ұратындығын естеймін.
күнде таксимен жұмыстан кеш қайтқан кезде, қонақтан кеш қайтқан кезде мен оранып қыстың күні курткамен шалбармен болсам да нормальный таксист келсе екен, я алла деп тілеймін. Далада таксиді күтіп тұрған кезде жан жағымнан бір талпа жігіттер өтіп жатса қорқып тұрамын, дайындалып. Осының бәрімен мен өмір сүріп жатқан кезде сенде кейбір еркектер еще сен өзің кінәлісің ғой, түн ортасында не істеп жүрсің дейді. Дұрыс, анау әйелі сөз қайтарған ғой, әйелі түсінбейтін болса басқаша қалай түсіндіресің дейді. Соны адамдарға жеткізейін деп жатсаң, сондай өте жаман комментарийлер жазады, яғни сезінбейді. То есть ол адамдар көрмейді емес, олар да көреді біреу-біреуді ұрып жатқанын, біреу-біреуді зорлап жатқанын. Мысалы, даже кеше бір новость болды. Алматыда енді запускается такси только для женщин и детей, водительдары әйелдер. И мен просто сол новості лайк басуға кірдім де, комментарийларын оқыған кезде еркектер жазып жатыр. Все, теперь вот алдында біз стереотиптер айтқан. Добро пожаловать на аварии на дорогах. Енді, может, сендерге бөлек мемлекет ашып береміз, әйелдер ғана тұрасыңдар. Короче, өте сендерді кім вообще қинап жатыр? Сендер вообще таксида жүруден немеге қорқасыңдар? Сендер қайдан зардап шегіп жатсыңдар деп. Яғни адамдар просто оларда инфополе бар, әйелдер қиналып жатыр деген. Бірақ мы жоқ, ананы типа көруге шынымен де қиналып жатыр. Они просто мен ойлаймын, мен көрген жаңалықты олар да көреді деп, бірақ сезбейді. И ол бағанағыға келеді де, егер күйеуі ұрып жатса, ну можно, она же его жена, то есть сенің әйелің болса ұра беруге болады. Ну можно насиловать, если она в юбке идет. Даже бірақ барлық зорланған қыздардың барлығы қысқа юбкада және түн ортасында жүрген жоқ қой. Сондай заттарды оқыған кезде мен ішімде өте қатты обидно. Когда мен лифтқа қорқам кіруге, егер бір еркек тұрса, бірге кіріп кетуге қорқам. Сондай сияқты қорқынышпен күнде өмір сүріп жүрген кезде просто в тупую қай жерде қиналасыңдар деп жазатын комментарийлардан обидно реально. Жылаймын. Мен де жүрегім ауырып кетті. Осымен бітірейікші. Иә. Короче, бізді тыңдайтын адамдар, мен ойымша бізді тыңдайтын қыздар өздері де ойланып, қыздар да ұлдар да примерно ойланып жүрген, осы мәселелерді көтеріп ойларында сұрақ қойып жүрген адамдар шығар. Бірақ давайте жаңағыдай активный феминист болмасақ та, біз хотя бы інімізге, туысқандарымызға кішкене информацияны қабылдау керек, осы адам білу керек, есту керек дейтін адамдарға таратайық. Ол біздің подкасттың продвижениясы үшін ғана емес, ол сол адамдардың мысленный продвижениялары үшін өте жақсы болар еді. Және де әрқашанда бір нәрсе істеп жатқан кезде біреуге зиян тигізіп жатқан жоқпын ба деп ойланып істейік. Осының затты әрқашан айтам, бәріне айтам, ініме, сіңіліме әсіресе айтам, іс-әрекеттерің мен сөздерің біреуге зиян келтірмесін деп. Настроением түсіп кетті, мен реально андай обидамды айтам деп ішіндеген бәрін шығардым да, өзім андай көзіме жас толып кетті. Сен де көңіл күйіңді түсіріп тастаған сияқтымын, кешірші. Иә, мен эмпатиялық қасиетім оянып кетті. Рахмет. Кешірім сұраймын. Сол, бұл 41-ші и сау болыңдар. Сау болыңдар.